ерікті зейнетақы жарналары ел арасында аса таныла қоймаған төлем. Алайда оның көмегімен қолдан қуат кетпей тұрғанда, қордағы жеке қаражатыңызды еселеп алуға мүмкіндік бар. Сәйкесінше, зейнетақы төлемдерінің мөлшері де, төлену мерзімі де арта түседі деген сөз. Армағайын, ерікті зейнетақы жарналары салымшының өз бастамасы бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылатын ақша. Оны әркім өзі үшін немесе жұбайы, жолдасы, бауыры сияқты үшінші бір тұлғаның пайдасына төлей алады. Жарнаның мөлшері, төлену жиілігі, оны қорға аудару және алу тәртібі, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптардың өзара келісуі бойынша белгіленеді. Айта кетелік, заңды тұлғалар да жеке тұлғаның атына ерікті жарналар аударуға құқылы. Сондай-ақ кәмелетке толмағандардың да ерікті жарна бойынша шот ашуға мүмкіндігі бар. Бұл ретте олардың атынан оның заңды өкілі қол қояды. Мысалы, 169 мың теңге жалақысы бар 40 жастағы азаматты алайық. Базалық және ортақ зейнетақыны қоспағанда оның міндетті зейнетақы жарналары есебінен алатын ақшасы бұрынғы алып жүрген орташа жалақысының 49%-на тең болады. Егер ол осы бастан жалақысының 2%-ын қосымша ерікті жарналар түрінде қорға аударып тұрса, зейнетке шыққанда қолына тиетін қаражат орташа жалақысының 55%-на теңеледі. Ал ерікті жарналар мөлшері жалақының 2%-ын емес 6%-ын құраса, ер азаматтың зейнетақысы шамамен 113 мың теңгеге жетіп қалады. Ерікті зейнетақы жарналарын төлеуде қатып қалған қасаң қағида жоқ. Мысалы, осы айда 5 мың теңге ғана аударуға шамаңыз жетті. Ал желтоқсанда 13-ші айлық немесе әлдебір бонус ақша түсіп, шотыңызға 30 мың теңге аудардыңыз. Қаңтарда еңбек демалысына шығып, ақша мүлде салынбай қалды. Алайда ақпанда жарна аударуды жалғастырдыңыз. Соған қарамастан жинақталған ақша инвестицияланып көбейе түседі. Ерікті жарналарды аудару үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында арнайы шот ашу қажет. Ол үшін жеке куәлігіңізді алып қор бөлімшесіне барасыз, немесе қордың ресми сайтына жүгінесіз. Жеке кабинетіңізге кірсеңіз, электрондық қызмет көрсету бөлімі ашылады. Соның ішінен ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасау қызметі атты тарауды табасыз. Қызмет қолжетімді болу үшін электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Ал оны халыққа қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Арнайы шот ашылғаннан кейін жарналарды екінші деңгейлі банктер арқылы аударып отыруға мүмкіндік бар. Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркеліп, тиісті нысандарға аты жөніңіз, туған күніңіз, жеке сәйкестендіру нөмірі сияқты деректерді енгізу қажет. Кейін электрондық цифрлық қолтаңбаның кілтімен қол қойылады. Шоттың ашылғандығы туралы анықтама қажет болған жағдайда қағазға басып шығаруға болады. Бүкіл операция бірнеше минут уақытыңызды алады. Бір айтып кететін жайт. Салымшылар қор сайты арқылы шотты әзірге тек өз пайдасына ғана ашуға құқылы. Өз пайдасына ерікті жарна аударатын азаматтардың салық шегеріміне, яғни салық төлеу бойынша жеңілдік алуға құқығы бар. Бұл үшін жарна аударылған айдың ішінде осы жарна бойынша жасалған шарттың көшірмесін және ерікті жарнаның төленгенін растайтын құжатты жұмыс берушінің бухгалтериясына тапсыру қажет. Сонда ағымдағы айдың жалақысы бойынша жеке табыс салығы ерікті жарнаның 10%-на төмендетіліп төленеді. Салық шегерімі жарнаны төлеу күніне тура келетін салық кезеңінде ғана қолданылады. Мысалы, қараша айында төленген жарна бойынша құжаттарды жұмыс берушіге осы айда тапсыру қажет. Егер кешіксеңіз, қабылданбайды. Ерікті зейнетақы жарналарынан құралған жинақты 50 жасқа толған азаматтар, мүмкіндігі шектеулі жандар, Қазақстаннан көшіп кеткен немесе көшуге ниетті шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар шешіп алуға құқылы. Бұл ретте салымшы жинақ ақшасын өз қалауымен бір рет толық немесе бөліп, ай сайын, 3 ай сайын немесе 6 ай сайын ала алады. Сондай-ақ ерікті жарналар есебінен қалыптасқан жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда қаражат заңнамада белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады. Қазіргі кезде зейнетақы қорында жинақтардың жалпы сомасы 10,6 триллион теңгені құраса, шарттардың барлық түрлері ашылған зейнетақы шоттарының саны 10,6 миллионнан асты. Олардың ішінде 53 мыңнан астам шот ерікті зейнетақы жарналары бойынша ашылған. Ал ондағы жинақтардың жалпы көлемі 1,9 миллиард теңгеден астам. Ендеше адал еңбектеріңіздің зейнетін көру бұйырсын. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.